Баршаларыңызға сәлем достар, сіздерге бүгін күшті ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Үйіңіз шашылып жатса, Аллаға шүкір етуді үйреніңіздер. Мүмкін менің айтып отырғанымды түсінбей жатқандарыңыз араларыңызда болса, сөзімнің соңында мен не айтып отырғанымды түсініп аларсыздар деген ұғымдамын. Балалық шақта бақыт алда күтіп тұрғандай көрінеді. Ал қарттыққа жеткенімізде оның барлығы өтіп кеткен кеш түсінеміз. Әрине, өмірдің бұралаң тұстары мойын бұрғызбай, өзімен бірге жетектеп алып кеткен кезде, өміріңнің өтіп бара жатқанын сәт сайын сезіну мүмкін емес қой. Содан да адам артына бұрылып, қараған кезде ізін басып, жолын жалғап келе жатқан ұрпағының бар екендігін көріп, шүкіршілік етеді. Солардың өсіп келе жатқанын көріп, өзінің қартайып жатқанын сезеді. Сіздерге осы бала тақырыбындағы әңгіменің шетін шығарғым келіп отыр. Өзім де барына шүкір етіп, шексіз бақытты, шексіз бай екенімдігімді сезінемін. Ойыма ой қосып, түрткі болған жағдайда бар. Қоғамдық көлікпен келе жатырмын. Сонда дәл артымда отырған екі әйелдің әңгімелері маған қатты әсер етті. Сондағы екі әйел келіндерін жамандап, жерден алып, жерге салып отыр ғой. Бірі айтады, баласын құшақтап алып, үй тірлігіне араласуды қойды. Бала тапқан сол ғана ма екен, өзім 5 баланы өмірге әкеліп, ешкімнен көмек сұрамай-ақ өсірдім ғой. Баланың шашқан жерін жина десең, бұртияды десе, екіншісі де оның сөзін іліп әкетіп, небересінің бүлдірмегені қалмағанын, түсқағазды жыртып, кілемдерді кір қылғанын айтып, шағымданып отыр. Естіп отырып, таң қалдым. Бала деген балалығын жасайды емес пе? Негізгі баланы емес, баланың балалығын шағымданып отырған мына екі дардай әйелдерді кінәлау керек қой негізі. Өйткені сол балалығы жете алмай, зар еңіріп отырған қаншама адамдар бар. Қолында бар алтынды қадірлей алмаған, оған өзгелерді кінәлап отырған әйелдердің әңгімесі мені ойландырды. Және осы оқиғаны айтып беруіме түрткі болды. Жалпы қазақ халқы бала десе жанында, барында беретін бауырмал халық қой. Жетімдіктің шетін көрмеген қазақ үшін қазіргі заманғы жетімдер үйі. 3 ұйықтаса да түсіне кірмеген жайт. Біреулер жатып тұрғанда да, ішіп жегенде де жаратушы Аллаға сәби тілесе, біреулер 9 ай, 9 сағат құрсағында ұстаған кішкентай ғана құрсағының бір бөлшегін, сәбиін қоқысқа тастап кетеді. Не деген жауыздық, не деген надандық десеңізші. Мұны маған дегенде айтып келеді. Менен кейін айтылмаса екен деген тілегім бар. Өйткені періште сәбидің күлкісіне жететін ештеңе жоқ қой. Өмірде бір отбасының қайғысына ортақ болдым. Отбасын құрған 2 жас, 19 жыл шаңырағында бала күлкісін, сәби иісін көрмеді. Бір-бірін сүйгендіктен тағдырдың сынағына төтеп беруге тырысты. Балалы болудан да үміттерін үзбеді. Солай уақыт жылжып өте берді. Әрине, олар да осы жылдар аралығында қамсыз отырған жоқ. Бармаған жері, баспаған тауы да қалмаған шығар. Балалы боласың десе, жанын беруге әзір еді екеуі де. Бірақ амал қанша? 20 жылға жуық өтіп кеткенде байқамай қалған оларда. Содан ел жұрттың сөзіне де, көзіне де төтеп берген ерлі-зайыптылардың шыдамы таусылып, жігері құм болған шығар. Араларынан кикілжіңдер туындай бастады. Жанұяның жарасымы кетіп, аралары ажырай бастады. Әке болам деген ер, ана болам деген әйелдің үміті жібінің үзілуіне де аз қалғандай болған. Шаңырақтары шайқала бастаған. Әрине,
оңай емес. Ана болу аңсаған жас келіншек күні-түні көзінен жас тыйылмайтын еді. Бір Алладан күдерін үзбей, бір сенімі алға жетелеген шығар. Енді осылай өмірімді қу бас болып өтемін бе деген қорқынышпен өмір сүріп жүргенде қуанышты жаңалықты куәсі болды. 19 жыл бойындағы арман ана құрсағына бала бітуін армандады. Бұл ғажайыпқа көзіне жас алмаған адам болған жоқ. Әкенің арманы орындалып, ананың тілегі дуға қабыл болды. Алладан жалбарынып сұрап, тілеп алған шекесі торсықтай ұлы дүниеге келді. Аты да затына сай сұранып тұрғандай-ақ. Өзі атымен туылған бала ғой деп, үлкен кісілер Тілеужан деп ат қойды. Соншама жылға шыдап, күдері үзбей, өзі жемісін берді. Тілеужанның артынан Айша атты сұлу қыз өмірге келді. Отбасы отынның сөніп, шырағының жағылмай қалуына аман қалды. Сол баяғы махаббат оларды бір-бірінен айырмай, қиындықтарды жеңіл шығуына түрткі болды. Қазір ұл қызымен бірге бақытты ғұмыр кешуде. Балалы болып, ата-ана атаудың өзі жаратушының өзіндік бір сыйы деп білемін. Лайым, шаңырақтарыңыз шайқалмай, жан ұяларыңыз бала күлкісіне толы болсын. Үйлеріңіз әрқашан шашылған ойыншық болсын. Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.